Ассалаумағалейкум, құрметті біздің YouTube көрермендеріміз, қалайсыздар? Бүгіннен бастап қаламыздың массажистерімен, яғни сұхбат жүргіземіз, білімдерін сынаймыз, массажға қатысты бір сіздерге пайдалы ақпарат беретін болады. Бүгін Арман мырзамен сіздер таныстырғым келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Арман бауырым үйге барып массаж жасайды. Өзің таныстырып жіберсең? Мен есімім Арман. Осы салада жүргеніме 7 жыл болды массажда. Жалпы балалар массажисімін. Үйге барып жасаймын массажда. Арман, қазір саған осы массажға қатысты сұрақтар қоям. Сен жауап берсең, және де осы қазір көрермендерімізге бір пайдалы ақпарат ретінде массаж жасап көрсетсең. Көрсетеміз, иә. Қазір үйге барайық, сізбен бірге. Неше айлық бала баратқанымыз? Қазір сол 2 айлық бала. 2 айлық бала, да? Иә. Кривошея дегеніміз ол не ол? Неден болады? Туа пайда болған ба, жүре пайда болған ба? Оның 2 түрі бар, кривошеяның. Кривошеяның 2 түрі бар, да? Иә, жаңа туа пайда болатын, жүре пайда болатын. Егер туа пайда болатын түрі, іште жатқан кезде бала сол мойны қисық болып туылады, травмалады ғой іште. Туылады, иә. Іште травмалады. Оған кемінде бір 5-6 курстан кетеді ойны. Оны қалай ажыратады ата-аналар? Туа пайда болған, жүре пайда болған қалай біледі? Оны өзі сол неде айтады бала. Роддомда айтады өздері. Роддомда айтады, иә? Иә, роддомда айтады. Жүре пайда болған кривошея қалай болады? Жүре пайда болған деген ол немесе анасының дұрыс емізбеуі, жаңағыдай тек бір қапталмен ғана емізе берсе, немесе бір қапталмен көп баланы жатқыза берсе, содан жүре пайда болған, кривошея пайда болады содан. Келдік достар. Бұл қай не? Не ма? Теңге қошы ма? Теңге, иә. Жаңаөзен қаласы теңге. Жердің түбі болса да бара бересіз ғой. Жер таңдамайсыз ба? Жоқ, жердің түбі емес қой, жақын жер ғой жалпы. Айтып қойдың ғой да? Иә, айтып қойдым. Ең көріп шок болмасын қазір. Бірінші әбден қол жуу керек. Неге десеңіз, бала 2 айлық, жаңа кривошея дедік қой. Қазір иә, шағым тек кривошея и общий массаж. Бірге қазір көрсетеміз қалай жасау керек екенін. Қандай маймен жасайсыз? Қызыл маймен жасаймыз. Бұл қызыл майдың пайдасы, бұл шөптен жасалған соң жаңа тез сіңімді болады денеге. Ешқандай жаңағы аллергия, ешқандай зат бермейді. Сол үшін қызыл маймен жасаймыз. Егер де балаларда жөтелі болып зат болса, қызыл маймен жаңа ішкізсеңіздер болады. Қызыл майдың пайдасы өте күшті. Бірінші аяқтан бастаймыз массажды. Табаны жаймендеп, алақанмен уқалаймыз бірінші. Сосын барып, бас бармақпен жаймендеп уқалап бастаймыз. Дәл осылай уқалаймыз. Гипертонус аздап бар бұл балада. Неге десеңіз, денесі қатты болып тұр баланың. Еще қайта-қайта денесін тырыстыра береді бала. Қазір уже қолына бастадық массаж жасап. Мына қолдың қай жерлеріне жасамау керегін қазір айтамыз. Мына қолтық астымен, мына буындарға жасауға болмайды. Неге дейтін болсаңыз, майда тамырларды жарып алуымыз мүмкін. Балада тонусы болса, егерде алақандарын ашып-ашып жасаймыз. Қолынан ішіне жасаймыз. Ішіне егерде балада желденіп жатса, егерде үлкен дәретке мысалы 3 күннен 4 күннен шықпай қалса, сол кезде ішінде массаж жасаңыздар көп пайдасы тиеді. Үлкен дәретке де отырады, желді көп шығады баланың деген. Сондай егерде балада қатты тонустары болатын болса, осы жерлерін көбірек жасау керек массажды. Гипертонус болса, аяғының ұшымен басқа қай жеріне көп бересің? Ол кезде мына жерлерді жасаймыз. Бұл жерлерінде, иә, бұл жерлерінде мынау сіңірлер тұрады, дәл осы сіңірі. Соны жай босатамыз. Балаға массажда 20 минут жасалады жалпы. Общий массаж. Егерде бала қатты көп жылайтын болса, енді 15 минут жасалады, иә, көп жасалмайды. Баланс состояниесіне қараймыз. Арқа массажын мынау омыртқасы, бел омыртқа, мойын омыртқа. Бұл жерге массаж мүлдем жасалмайды негізі. Бұл әлі дұрыс қатаймаған. Әлі дұрыс, жаңа сүйегі дұрыс қатаймағаны былайша айтқан жалпы. Арқа дәл осылай жасай берсеңіздер болады. Беліне көбірек жасалады массаж. Жауырын енді көбінесе мынау көп салмақ қосатын балдарда соларды жабысады жауырын. Иә, перевес балдар дейміз ғой. Сосын көп жататын балдарда қозғалмай, соларда бесікте соларды жабысады. Жауырын ашық тұрмай көрініп тұрады. Осыған жабыспаған. Немесе былай бөлесіздер. Үйретіп оламыз. Мойнына жасаймыз, дәл осылай. Оламыз. Көп жасамаймыз мойнына. Бұлай көрсеңіздер де болады. Егерде мынау, мысалы, кейбір балдарда мойын жоқ дейді ғой.
егер де сол мойын қалай шығарамыз дейтін болса, жаттығу жасасаңыздар, мойын шығару үшін, мойын ашуға. Дәл осылайына жасасаңыздар, күнде бір реттен мойын ашылады баланың. Бұл баланың тез аунауы, тез тоңқаңдауы, соған жаттығу бұл арнайы. Аунауына жақсы көмектеседі баланың. Ал Арман мырза, кривошеяны сөйтіп жасаймыз дейсің ғой. Вообще массаж жасап шықтық, жаңа да кривошея массаж жасап шықтық. Ата-аналар енді болса үй жағдайын жасаса бола ма? Болады. Дәл осылайына үй жағдайын жасасаңыздар болады. Енді ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер каналға.